Маңғыстау өңірі бағзы заманнан құпиясын ішке бүккен көшпелілердің ата қонысы болған құтты өлке. Жерінің асты қазынаға, үсті аңызға толы 362 әулиеге мекен болған қасиетті мекен. Киелі мекенге сапарымыз әуелі Шопан атадан бастау алады. Шопан ата халық арасында тәңіршілдік пен мұсылмандық дінді байланыстырған рухани нәр беруші адам ретінде және шаруашылықтың символы ретінде танымал болған тұлға. 12 ғасырда өмір сүрген қазақ даласының ойшылы, ғұлама, поэзиядағы сопылық ілімнің насихатшысы Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті болған делінеді. Көне орта ғасырлық жерасты мешіті Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Сенег ауылынан солтүстік-батыс бағытта 20 шақырым жерде Бағзы-Хорезм керуен жолы бойында орналасқан. Қорым аумағында 1640 ескерткіш есепке алынған. Бұл ескерткіштер негізінен орта ғасырлық түрікмен көне қоршаулары, сандық тас, қой тас, құлыптас тәрізді тас белгілер. Сонымен қатар қорымның шығыс бөлігінде жергілікті қазақ халқының ескерткіштері орналасқан. Мешіт бір-біріне қосылған 12 шағын бөлмеден тұрады. Бөлмелердің әрқайсысы арнайы мағыналы. Бірі діни рәсім өткізуге, бірі балаларды оқытуға, бірі тұрмыстық қажеттілікке арналған. Мешіттің ортасында 4 бұрышты бөлме бар. Бөлменің дәл ортасында ұзындығы 1,8 метр болатын ағаш қойылған. Осы ағаш тұрған жер қасиетті деп есептеледі. Сол жақ қабырғасынан қабырхана үңгілген. Шопан ата жерленген орын жартасқа тереңдетіліп қазылған. Төрден сай үстіне шығып кететін есік бар. Есіктің сыртқа шығар ауыз алдында беті шымылдықпен перделенген қабырхана бар. Аңызы бойынша оған Шопан атаның қызы жерленген. Орталық залдың оңтүстік және батыс жағынан зиярат етушілерге арналған 2 кең бөлме ойылып жасалған. Мешіттің төменгі жағында құдық қазылған. Негізі мешіттен шығысқа қарай кейініректе екінші мешіт ойылып жасалған. Оған бөлек кіреді. Мешіттің ауласында биік тұтағаш өсіп тұр. Одан шығысқа қарай жардан ойылып жасалған бірнеше бөлмеде адамдар жерленген. Аңыз бойынша ұстазы Қожа Ахмет Яссауи өзінің барлық шәкірттерін жинап, оларға дүние жүзіне ислам дінін уағыздауға тапсырма береді. Шәкірттердің атқан жебелері межелі жерді анықтауға қажет болған. Уағыздаушы жебенің түскен жеріне баруға тиіс болған. Шопан атаның жебесі Маңғыстауға ұшып барып бай малшы баяның иелігіне түседі. Шопан ата сол мекенге келіп байға жұмысқа орналасады. Баянбай оның келуінің шын мақсатын көп ұзамай түсініп, Шопан атаға өз қызын тұрмысқа береді. Көптеген жылдар өтіп, Шопан ата тау етегінде жебесі түскен жерге жерасты мешітін салады. Көп кешікпей барша маңғышлақ жұрты Шопан атаның келуі, оның оқымыстылығы мен даналығы жайында хабардар болады. Атаның мешітінде мұсылманшылықтан дәріс беріліп, балалар Құран жаттаған. Қазіргі таңда бұл жерасты мешіті зиярат етушілердің сүйікті мекеніне айналған. Ел аузында Мединеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет деп, ислам дінінің өркендеуіне өлшемес үлес қосқан ғұламаларды ұлықтайтын ұлағатты сөз бар. Ғұмырын исламның дамуына арнаған қайраткер, сопылық ілімді уағыздаушы, жерін жаудан қорғап, ерен ерлігімен танылған батыр Бекет Мырзағұлының есімі ұлы дала халқына жақсы таныс. Бекет ата жерасты мешіті оңтүстік үстірттің Маңғыстау ойысына тірелген оғыланды шоқысына қашалған тарихи сәулет ескерткіші. Деректерге сүйенсек, Бекет ата 1750 жылы туылып, 63 жасында қайтыс болған. Емші, көріпкел ғана емес, физика, математика, астрономия заңдылықтарын жақсы білген ғұлама ретінде аты танылған. Шопан атадан бата алып, Бұхарада оқып білім жинаған соң, өз өңіріне қайта келіп мешіт салдырады. Кей деректерде 7 мешіт салды десе, кейбір деректерде 5 жерасты мешіттін салған деседі. Олардың қазіргі таңда сақталып қалғандары Оғыландыда, Ескі Бейнеуде, Жем бойында, Аралдағы Баялыда, Маңғыстаудағы Тобықтыда орналасқан. Мешіт 4
төрт бөлмеден тұрады. Төргі бөлмеде қасиетті сырық ағашы бар. Мешітке кіретін аласатар есік бар. Бірінші бөлме жоғарғы ортасына жарық түсетін күмбез тәрізді ауыз үй. Оның батыс жағында михрабы оңтүстікке қаратылған намаз оқитын бөлме бар. Ал оңтүстік шығысында екі бөлме орналасқан. Бірінде Бекет атаның өзі мен оның туысқаны Мұрын жерленген, ал екінші бөлмеде қарындасы Әбуаш жерленген. Түпкі бөлмеде Бекет атаның көзі тірісінде жан дертіне шипа іздеп келген адамдарға дұға етіп дем салған ағаш тұр. Бөлмелердің бәрі де дөңгелек пішіндес. Олардың биіктігі 2,7 метрден 3,5 метрге дейін. Қабырғаларында шырағданған нан ойықтары орналасқан. Бекет ата жерасты мешітінде әр келген жанына жай, көңіліне сая, жүрек дертіне дауа табады. Таңғажайып табиғаттың құшағында орын тауып, жартасқа қашалып салынған ислам ордасы киелі рухани ғибадатхана емес, қазақ даласындағы сәулет өнерінің озық үлгісі.